да сіздер үшін мәлімет. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бізде қазіргі тақырып кесір тілігімен босану. Ардақ Керімханович, айтыңызшы, қазіргі таңда сіздің практикаңызда жалпы кесір тілігі қанша рет болды, кесір тілігіне көзқарасыңыз қандай, және табиғи жолмен босану қандай? Кейбір әйелдер жаңағы өз босануға қорқып кесір тілігіне бара жатқандар да бар. Солай естіп жатамыз. Сол қаншалықты дұрыс? Енді кесір тілігі туралы постоянно айтамыз. Кесір тілігі бұл әйелдің табиғи емес жолмен босануы. Табиғи жолмен негізі Құдай өзі жаңадай жыныс жолдарынан, босану жолдарынан қарастырылған. Ал кесір тілігі қандай да бір себеппен осы табиғи жолмен босану мүмкін емес болғандықтан кесір тілігімен мәжбүр жасалатын операция. Мәжбүр деп отырғаным, бұл операцияның өзіндік көрсеткіші бар. Кесір тілігі ол медициналық тұрғыдан негізделген операция болу керек. Кесір тілігі ол дүние жүзінде ең жиі жасалатын операциялардың бірі болып табылады. Өкінішке орай 2007 мен 2017 жылдар аралығында жасалған кезде кесір тілігі дүние жүзінде жоғарылап келе жатыр. Мысалға, сандуғаш қызық статистика осы жерде. Мысалға, Бразилия деген елде, білесіздер, Құдай өзі әйелді былай қылып жаратқан. Жамбасты кең қылып неғылған. И Бразилияның келіншектері ең осы жағы қатты дамыған болып табылады. Бірақ алайда Бразилияда 70-80% кесір тілігімен босанады. Яғни әйелдер өзінің табиғаттан берілген қызметінен жаңағыдай сұлулық үшін бас тартып жатыр. Бас тартып жатыр. Ол жаңағы фигурасының упругость формаларын жоғалтпас үшін кесір тілігімен босануға дайын болып жатыр әйелдер. Ол яғни уже заманауи дұрыс емес тенденциялар. Әйел енді оған Құдайдың берген жаратылысы, Құдайдың берген қызметі, ана болу, табиғи жолмен ана болу. Тек қана ол жол мүмкін емес кезде ғана кесір тілігі жасалу керек. Кесір тілігі қалаулы жасалатын операция емес. Кесір тілігі ол жаңағыдай сіз пластический операция сияқты, допустим, бет тарту или там мынандай какие-то косметические процедуралары әйелдің қалауымен жасауға болады. Ал кесір тілігін әйелдің қалауымен жасау ол дұрыс емес, және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оған некорректно оперировать женщину по желанию женщины деген тұжырым бар. Сіздің практикаңызда қанша рет кесір тілігі болды? Және де оның асқынулары жайлы айтып кетсеңіз. Менің практикамда жеке өзім жасаған 7-ші рет жасаған кесір тілігім болды. Әрине ол исключение ретінде, ол күнде 7 рет босанған, 7-ші рет кесір тілігімен босанған әйелдер күнде кездеспейді. Осыдан 2 күн бұрын мен 6-ші рет жасаған әйел, 6-ші рет болған әйелді жасадық. Бірақ ол әйелде қандай асқынумен болды? Бала жолдасы полный жатыр мойын бітеп, ене өсіп орналасты. Әрине мына уже асқынуларына келіп жатырмыз. Сіз кесір тілігін жасаған сайын жатыр бөлігі қысқара береді, тыртықтар көбейе береді. Тыртықтар көбейе береді. Және ол жатыр әрине бүтін жатыр емес, ол уже. Ол жарымжан жатыр. Болезнь оперированной матки дейді. Яғни қайта-қайта операция болған, майыпталған жатыр деп айтылады. Бүтін сау жатырмен салыстыруға болмайды әрине. И операциямен босанып жүрген әйелдер 5 рет, 6 рет, 7 рет, 11 рет босану, ол табиғатыңызға өте үлкен зиян келтіреді. Оның асқынулары не? Сізде тыртық пайда болады, ішіңізде жабысқақ пайда болады.
жатыр деформацияланады. Жатыр егер дөңгелек, сырғанақ болатын болса, жатырдың бетінде бұдырлар пайда болады, спайчный слипчивый процесс пайда болады. Бұның бәрі кіші жамбас қуысында тұрған жатыр қасына қуықты тартады, артынан ішек тартылады, ішастар жабылады. Бұның бәрі жатырдың бетін бүдірленіп, қабынулы өзгерістер шақырып, әр келесі кесіртілігі алдыңғыға қарағанда 2-3 есе қиындықпен өтеді. Сондықтан кесіртілігі болған әйелдеріміз ішінде тыртықтар болады, олардың үлкен кіші дәрет сындыруларында қиыншылықтар болады, іштер жел қармасып, жаңағыдай қуығы тез тола береді сияқты признактар болып, кіші жамбас қуысындағы мүшелерге зақым келеді, өзгеріске ұшырайды олар. Сонымен қатар, Керімханович, айтыңызшы, әйелдер сол кесір тілігімен босанып жатып, жатырынан айырылғандар, қан кету болғандар қаншалықты жиі кездесіп жатады, сол туралы айтсаңыз? Енді бұл өте қиын тема. Әйел үшін де, дәрігер үшін де өте ауыр тема. Ешқандай дәрігер әйелге, науқасқа зиян келтіруді, немесе зақым көруді, немесе осындай күрделі жағдай, жатыр айырылу сияқты ситуацияларға жеңіл қарай алмайды. Бұл әр дәрігер үшін үлкен психологиялық тұрғыдан үлкен сын, травма. Потому что бұл жатыр алынады мәжбүр әйелдің өмірін сақтау үшін. Тек қана крайний случайда ғана жасалатын нәрсе, өте жиі кездеседі деп айта алмаймын. Бірақ бұл жағдай болған кезде ол әйел үшін де, жанұя үшін де, медицина қызметкерлері үшін де үлкен бір қиын сынақ ретінде жүреді. Бұл жерде бұл операцияны кез келген дәрігер жасай алмайды. Бұл кез келген дәрігер жасай алатын, жиі кездесетін процедура емес, сондықтан ол сирек жасалады, бірақ ол сол әйелдің өміріне әжептәуір өзгеріс енгізеді. Осындай жағдайға бармау үшін негізгі әрбір кесір тілігінің арасы 3 жылдан 5 жылға дейін сақтау керек. Ал бізге келетін пациенттердің көбісінде бірінші жыл босанады, 1 жылдан кейін кесір тілігімен босандым дейді, одан жоспарсыз тағы көтеріп келеді. Соның арасында айтсаңыз, осы симптом неше бар? Жатыр тыртығының жарамсыздығы, сол туралы айтсаңыз. Ол кезде босану қалай болады? Кеше менде дайректте бір әйел сұрақ қойды. Мен 26 мартта біріншімді кесір тілігімен босандым. 23 жылдың 26 мартында бірінші кесір тілігім болды. Енді қазір осы бүгінге 36 апталық жүктілігім бар деп. Әрине бұл экстремальная ситуация. Яғни 2-3 ай болған кезде ол әйел қайтадан жүкті болды. Во-первых, алдыңғы операциядан кейін жатыр тыртығы полный қалыптасып, просто қалыптасып біту үшін 6 ай кетеді. Ал оны бітісіп, полный жатырдың денесіне бәрі бір келкілену үшін 1 жылдан кем емес уақыт өтеді. Сондықтан сіз кесір тілігімен босансаңыз, келесі босануыңыз 2 жыл 9 ай болу керек, 24 плюс 9 болу керек. Содан неғұрлым жақын болмау керек. Мысалға, өзіңіз енді елестетіңізші, бұл әйелдің өмірінің сапасы қандай? 26 мартта алдыңғы жылы босанды, 3 айдан кейін көтерді. Бұл әйел көкірекпен емізуі қалай болды? Ол жаңағы нәрестеміз анасынан алар сүтін, қорегін ала алды ма? Әрине ала алған жоқ ол. Ол әйелдің мына баласына берері аз болды. Енді 9 ай құрсақта болды, 3 ай емізді. Ол әйел әлі өз организмі орнына түсіп, күйленіп үлгерген жоқ. Келесі жүктілік басталып кетті. Әйел өз-өзіне қор жинаған жоқ. Ол қайтадан басқа адамға өз қорын бере бастады. Яғни мына нәрестеге де берер қоры өте кем болды. И мына нәрестенің денсаулығы да әлсіздеу болады. Ортасы қысқа жүктіліктің мерзімінен ерте аяқталу шансы да жоғары. Енді осындай жүктілікті болдырмау керек. Бұндай жүктілік
жоспарлануу керек. Егер сіз операциямен босандыңыз ба, сізде четкий план болу керек. Қашан келесі жүктілікті жоспарлайсыз. Көтеріп қалдым деген нәрсе болмайды. Өзіңіздің денсаулығыңыз өз қолыңызда. Келесі жүктіліктегі нәрестенің денсаулығы сіздің қолыңызда. Сіз осы екі нәрестені туам деп 3-4 жыл организміңіз өзіне жұмыс жасамайды. Өте шаршайды, тозады. Сондықтан сіздер жүктілікті жоспарлау керек. Жатыр тілігімен босанғандарда 6 айдан кейін жатыр-ішілік затты қолдануға болады. Немесе оға дейін лактациялық аменорея деді. Лактациялық аменорея кезінде де жалпы жүктілікті 100% қорғамайды. Сондықтан Керімханович айтқандай қатаң түрде сақтану керек, жүктілікті болдыртпау керек. Сіз біріншіден балаңыздың сүт қорегін алып отырсыз, екіншіден өзіңіздің денсаулығыңызға кері әсер етеді. Және де одан кейін сіз бір кесір тілігінен кейін екінші кесір тілігіне бармау үшін осы 3 жыл күтсеңіз, 3 жылда денсаулығыңыз жақсы болса, келесі балаңыздың салмағы 4000 граммға жетпей 3,5-3 килограмм босанатын болсаңыз, өзіңізден босануға шансыңыз жоғары. Бір кесір тілігінен кейін өзіңіз босана аласыз. Егерде ол жердегі сіздің жатыр тыртығыңыз жағдай жақсы болса, бала салмағы аз болса, бұл жерде енді қарап көреміз. Ал 2-3 кесір, 4 кесір тілігінен кейін 5 жыл күтіндім, 3 жыл күтіндім, өзім босануға шанс бар ма деп жиі келеді. Өздеріңіз босануға шанс жоқ. 2-3 босанғандар міндетті түрде кесір тілігіне барады. Енді мен жаңа ниша туралы ештеңке айтпай кеттім, ұмытып кеттіңіз екеуміз сөйлесіп отыр. Ниша деген нәрсе, ол енді қараңыз. Бұл ниша, жатырдағы ниша бұл жаңа термин. Біздің УЗИдист дәрігерлеріміз бұл терминмен, бұл жаңадан кіріп жатқан нәрсе, и дүниежүзілік опытта нишамен қалай жұмыс істеу керек деген бір ой жоқ әлі. Ол кейбір школалар нишамен көтеруге болады дейді. Ол ниша көбінесе әсер етпейді, ол көп әйел білмей көтеріп жатыр дейді. Бір школа айтады, что нишамен жүктілікке болмайды. Ол нишаны, ол жаңа жатырдың ол участогын алып тастап, жаңадан тігу керек, жаңарту керек дейді. Енді бұл нишаларды қалай пайда болады? Ол сіздің жатырыңыз, ол кесілген мүше. Кесілген мүшеде қандайда тыртықтық өзгеріс болады. Ниша деген ол жатырдың денесі ішке қарай, немесе іші сыртқа қарай бейтіп, бүкіл денесі мен денесі бір-біріне сәйкес келмеуі. Мына жаққа қарай бір қандайда бір ойық сияқты нәрсе тұрады, соны ниша деп айтады. Симптом ниши дейді. Или истмоцели деп те жазу мүмкін. Енді сіз осындай нишаны көрсеңіз, сіз бірінші дәрігермен жақсылап ақылдасасыз, жоспар құрасыз, содан кейін барып жүкті болу туралы ойланасыз. Ол ниша бар болса да, жоқ болса да, сіз жақсылап жоспар құру керексіз, дайындалу керексіз, содан кейін көтеру керексіз. Енді кесір тілігі туралы тоқтамай ұзақ айта беруге болады. Бұл әйелдерді толғандырған сұрақ болғаннан кейін всегда есть детали. Мен мысалға біздің бір коллега Израильге барды. Израильде оқуда жүрген кезінде оларға 11-ші кесір тілігімен келді. Ол бедуиндер деп айтады. Израильде мынандай неде пустыняда өмір сүретін бедуиндер, түйе бағып, мал бағып жүретін сондай бедуиндер деген бар. Олар жаңа босана береді. Олар тек қана бақыланбай, тек қана тууға келеді. Сол кезде 11-ші босану болды. Біз әрине ешкімге тума, саған тууға болмайды деп мынандай шарт кесу ондай айта алмаймыз. Біз тек қана кеңес бере аламыз. Дәрігерлер, акушеркалар кеңес бере алады. Сондықтан 11-ші кесірге жетпес үшін жоспарлаңыз. И қазіргі заманда ол бала шағанда бағып қағудың да, оны жеткізудің де өзінің сұрағы бар. Дұрыс тәрбие беруде. Оны көтеру керек ол нәрестелерді. Сондықтан жүктілігіңізді жақсылап жоспарлаңыз. Босануға біз сізге көмектесеміз. Және мен практикамда бір келіншек келеді, пациент. 3 жүктілік кесір тілігімен босанған. Мен УЗИде қараймын, сөйтсем симптом ниша бар.
енді келесі жүктілік жоспарлағысы келеді, бірақ сізде мынау жатыр тыртығыңыз жарамсыз болып тұр, сізге жүктілік болмайды, немесе операция жасатып келесіз деп солай айтсам, әйелге бірінші денсаулық қажет емес, мен төртіншісін қалай болса да туым керек дейді. Мүлде денсаулығын ойламайтын келіншектер көп. Мен айтып жатырмын жаңағы, бұл жүктілік 7 айға келуі мүмкін, 5 айында бірдеңе қан кетіп қалуы мүмкін, дұрыс жоспарланбай сіздің өміріңізге қауіп кетуі мүмкін деп айтсам, бізде көп әйелдер өз денсаулығына қарамайды, өз денсаулығын бірінші кезекке қоймайды. Мен қалайда соны босануым керек, 4-ші бала бізде трендте ғой. Негізі кейбіреулер айтады енді жаңағы мемлекеттен беретін жәрдемақы арқылы жаңағы сол үшін босанады деген сияқты. Енді кейбіреулер шынымен босанғысы келеді. Бірақ бізде дұрыс айтасыз, біз оларға шектеу қоя алмаймыз. Бірақ сіздің жағдайыңыз, денсаулығыңыз жақсы болса, 7-8-ге дейін босаныңыз. Егер оған дұрыс тәрбие берсеңіз, дұрыс жағдайын жасай алсаңыз, керемет мектептерге бере алсаңыз, босана беріңіз. Егер бір сіздің өміріңізге әсер ететіндей жағдай болса, сол Алланың берген балалармен шектелген дұрыс деп ойлаймын. Ең бастысы өз денсаулығыңызды ойлаңыз. Осымен кесір тілігі тақырыбын тоқтатсақ деп ойлаймын.